Күшті бай жігітті дейді, армандап жүрмін дейді. Аға, бұйырсыншы, әмин деп қойыңшы. Әмин, әмин, әмин. Айналайын, двойной, тройной әмин. Бақытты бола ғой жан. Қазақ қызының бақытты болуына әмин жан. Мұсылмандарымыздың. Бірақ қор армандағаннан келмейді ол. Арман, арман деп өлең болып қалады шейін. Подписаться дегенді басып қойыңыздар. Алла разы болсын. Жасы 50-ге келген күйеуім измена жасайды дейді. Бір жыл шыдаңыз. Бір жыл шыдау керек. Күйеуім өмірден өтті. 2,5 ай болды. Бірақ жолдасым күнде түсіме кіреді, оған не дейсіз? Ардақ, қарындасым, күйеуің түсіңе кіріп жатыр, ол шын әлемде. Сен жалған әлемдесің. Бәріміз осы қазір интернетте отырған бәрі жалған әлемде отырмыз. Біз де шын әлеміне өтеміз. Сол шын әлемнен сізге күйеуіңіз Алланың қалауымен, сізді жақсы көргендіктен, Алланың рахымы саған түскендіктен, сіз мені осы көріп отырып, күйеуіңіз қосымша екеуміз қосылып, сізді тура жолға келтірейін деп отырмыз. Анау блондинка болмасаңыз да блондинкаға ұқсаған суретті алып тастаудан бастаңыз. Күйеуі қайтыс болғандай кішкене өзгеріс жасаңыз өміріңізге. Кішкене мынау орамал тағып, құлшылыққа бұрылып, бет бұрылып, бір Алланың алдына баратын күніңізді ойлап, кішкене өміріңізге өзгеріс кіргізіңіз. Сол үшін сіздің түсіңізге кірсін деген кіріп атқан сол деп түсіңіз. Подписаться дегенді басып қойыңыздар. Алла разы болсын.